Бас прокуратура бір шама ашулы істерді қарап жатыр. Бұған дейін ақпарат көздерінде Болат Назарбаевтың баласы Нұрбол Назарбаев сотталып жатыр деген ақпар шықты. Ол қанша ақшасын қайтарды? Оған қатысты іс неге құпия түрде жүргізіліп жатыр? Депутат Ринат Зайтов болса, темірді қызған кезінде соғып қалу керек деп, Болат Назарбаевтың баласынан Алматы облысындағы бір шама жерлер мен Алтын Орда базарын мемлекетке қайтару керек деген ұсынысын айтып қалды. Белгілі шенеунік Қайрат Қожамжаров ұсталған еді. Бірқатар командасындағы адамдар бірінен кейін бірі қамалып жатыр. Бас прокурордың орынбасары Қожамжаровтың командасында болған Олеся Кексель мен Мақсат Дүйсеновке қатысты іске пікір білдіріпті. Прокуратурада қандай істер керегелеп жатыр? Қостанайда емделуге келген қарт адамды дәрігерлер жабылып тепкінің астына алды. Ақ халаттылар емдеудің орнына науқас қылдырғаны қалай? Ақпарда осындай шулы істерге тоқталатын болам. Амансыздар ма? Болат Назарбаевтың баласы сотталып жатыр. Көз тірісінде елдің ең байларының бірі болған Болат Назарбаевтың отбасына әкелері қайтыс болған соң тықыр таяна бастады. Оның үлкен ұлы Нұрбол Назарбаевқа қатысты іс қозғалып жатыр екен. Бұл іспен прокуратура жанындағы активтерді қайтару комитеті айналысып жатыр. Қазірдің өзінде сот өткен, алайда мән-жай әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Белгілісі, сот шешіммен Нұрбол Назарбаев 57 миллиард теңге көлеміндегі активтерінен айырылды. Олар мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Бұдан бөлек, оған 925 миллион теңге айыппұл және 230 миллион теңге өсімпұл салынған екен. Мәжіліс кулуарында өткен брифингте журналистер де активтерді қайтару компаниясы мен Нұрбол Назарбаев арасындағы сот ісінің мән-жайын білуге тырысты. Алайда бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев бұл істің қандай да бір мәліметін ашудан бас тартыпты. Ол бас прокуратура Нұрбол Назарбаевқа қандай айып таққанын да, оның өзі қайда екенінде, мемлекет кірісіне нақты қандай мүліктің өткенінде айтпады. Мен активтерді қайтару туралы заңның 8-ші бабымен шектелгенмін. Сондықтан ешқандай егжей-тегжейін айта алмаймын. Ұрымтал сәтте мәжіліс депутаты Ринат Зайтов та Болат Назарбаевтың отбасының заңсыз тартып алған Алматы маңындағы барлық бизнес пен жерлерін қайтарсын деген сауалын жолдап үлгерді. Нұрбол Назарбаевтың иелігіндегі компаниялар мен активтерге түгендеме жүргізіп, оның заңдылығын анықтау, заңсыздарын мемлекет меншігіне қайтару. Аталған қайтарылған заңсыз активтер және олардың пайдалануы бойынша толық ақпаратты жұртшылыққа қолжетімді ету. Үшінші, Алтын Орда базары және Алматы қаласы мен облысындағы заңсыз иеленген жер телімдері бойынша тергеуді бастау. Айта кетейік, қазір шетелге заңсыз асырылған активтерді елге қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Бұл істің барлығы осыған қатысты бар деген күдік бар. Бұған дейін бейресми деректерге сай, қазір елге 2022 жылдан бері 1 триллион теңгеден астам қаражат қайтарылды деген ақпарат бар. Десе де бұл байлардың шетелдік офшорларға тыққан ақшаларының 1/3 бөлігіне де жетпейді. Жарияланбаған дерек көздер осы уақыт ішінде шетелге заңсыз 300 миллиард доллардан астам қаражатты ұрлап кетті деген ақпарат таратты. Активтерді қайтару мәселесі, өздеріңіз білесіз, бұл жалпы құқықтық қорғау органдары бұрыннан айналысып келе жатыр. Әсіресе қазіргі соңғы уақытта шынымен де соңғы кезде 850 миллиард теңге, соның 744 миллиарды ақшалай, 103 миллиарды мүлік ретінде қайтарылды. Сол қайтарылған ақшаға біраз жұмыс атқарылуда. 400-ге жуық социалды объектілер соғылуға тиіс. Соның 60, мен білуімше 63-ме 68-і іске қосылды. Ол жұмыс баяу емес. Айта кетейік, бас прокурордың орынбасары мәжіліске келіп тұрып, шулы тағы бірнеше іске қатысты сұрақтарға жауап беріп кеткен екен. Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы қызметкерлері Талғат Татубаев пен Олеся Кекселге қатысты сұрақтарға да жауап берді. Татубаев и Кексель. Татубаев пен Кекселге қатысты азаптау бабы бойынша іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Біздің бастамамызбен Мақсат Дүйсеновке халықаралық іздеу жарияланған болатын.
Қазір оны экстрадициялау бойынша процесс іске қосылды. Айта кетейік, биыл 4 шілдеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы басшысы Талғат Татубаевты ұсталған болатын. Қылмыстық кодекстің 201 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексерудің өзге деректері жарияуға жатпайды екен. Онымен қоса бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бұрынғы басшысы Олеся Кексель азаптау ісі бойынша күдікті деп танылды. Бұған дейін Талғат Татубаевтың ұсталуынан кейін Кекселдің де үстінен қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпараттар тарап кеткен болатын. Алдын ала мәлімет бойынша ол БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерін азаптау ісіне қатысты бар деген күдікке ілініпті. Кексель рұқсат етілмеген тергеу әдістерін қолданды деген айып тағылған бұрынғы шенеуніктер ісінде фигурант ретінде аталып отыр. Алексия Кексель туралы айтатын болсақ, 2018 жылы бас прокуратура жанындағы арнайы прокурорлар қызметін басқарды. Ол сол кезде Талғат Татубаев пен Қайрат Қожамжаровтың командасында жұмыс істеп, Серік Ахметов пен Қуандық Бишімбаев сияқты бұрынғы жоғарғы лауазымды шенеуніктерге қатысты атышулы істерді бақылаған болатын. Қазір аталған азаматша СИЗОда емес деген ақпаратта тарады. Өйткені оның емізулі баласы бар көрінеді. Желде прокурорының бұрынғы қызметкеріне жеңілдік жасалып жатыр деген ақпарат гу қайнап жатыр. Осы қылмыспен басқа әйел ұсталса, баласына қарамай абақтыға қамалатын еді дейді. Ал Татубаевқа келетін болсақ, оған қатысты қылмыстық процесс қай статуста екендігі жасырын. Талғат Татубаевтың қызметіне келетін болсақ, ол 2016 жылға қыркүйектен 2018 жылға маусымға дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросын басқарыпты. 2018 жылы шілдеде бас прокуратураның қылмыстық қудалау қызметінің бастығы болып тағайындалды. Бұл қызметті ол 2019 жылғы мамырға дейін атқарды. Ал 2020 жылдан 22-ге дейін наурызға дейін Қазақстан Республикасы Әділет министрінің кеңесшісі болып жұмыс атқарыпты. Жалпы бұл істердің барлығы Қайрат Қожамжаровтың ұсталуымен тұспа-тұс келіп тұр деп топшылауда желі қолданушылары. Еске салсақ, бұрынғы антикордың төрағасы тіпті бас прокурор болған Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталған болатын. Ол әртүрлі басшылық қызметтерде болған кезеңдерде қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру деректері бойынша іс қозғалған екен. Желде соңғы прокуратурада қозғалып жатқан істер дәл осы Қожамжаровтың ұсталуымен қатысты деген әңгіме желпініп жүр. Өйткені бұған дейін бұрынғы бас көлік прокуроры Марат Дүйсенов Германияда ұсталған болатын. Дүйсеновтың мансабы қаржы полициясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы органмен тығыз байланысты. Ол Қайрат Қожамжаровпен қызметтес болған адам екен. Өзге де жаңалықтарға тоқталайық. Елде медицина қызметкерлеріне адамдар қастандық жасап жүр. Ақ халаттылардың мәртебесін көтеру керек деп жүргенде, Қостанайда медицина қызметкерлері керісінше әрекет жасап жатыр. Қостанайда 61 жастағы ер адамды медицина қызметкерлері жабылып ұрған. Бұл туралы зардап шеккен ер адамның қызы әлеуметтік желісінде жазды. Қара киімдегі медицина қызметкерлері әкемді аяусыз ұрып, ауыр дене жарақатын салды. Олдың бұл әрекетіне әкемнің камерада темекі тартқаны себеп болған деп жазды. Оның оң бүйрегіне соққы тиіп, көп қан жоғалтты. Салдарынан бүйрегін алып тастауға мәжбүр болдық. Ер адамның оң қабырғасы сынған. Сотта іс бойынша процессуалдық шешім қабылданды делінген. Әрине, бұл жағдайда қоғамдық орында темекі тартқан адамның әрекетін ақтап жатқан жоқпыз. Керісінше, ересек адамға жатқылық, алайда сол іс үшін тепкінің астына алатындай іс емес. Әкімшілік жауапкершілік деген бар елімізде. Ол үшін полиция қызметкерлері де жұмыс істеп жүр. Ал медиктердің қарт адамды жабылып ұрғаны ақылға қонымсыз болып тұр. Ақпарда айтарым осы болды. Аман сау болыңыздар.